Желіде жақсы жаңалық тарады, барша хабардар болсын. Бұл жаңалық үшін видеоролигіміз астына бір емес, мыңдаған лайк бассаңыздар дейді. Зейнетақы алатындар, тезірек хабардар болыңыздар. Сәлем қымбатты көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз. Ендеше біздің жұмысымызды жалғыз қалдырмау үшін видео астына өз лайктарыңызды қалдырып кетіңіздер. Баршаңыздан Алла разы болсын. 20-30 жыл қызметте болғандар 85 мың теңге алады. Сарапшылар ең төменгі зейнетақы мөлшерін көбейтуді сұрады. Елімізде төменгі зейнетақы мөлшері 58 мың теңге болғанына сарапшылар пікір білдіріп, мұндай суммаға өмір сүріп болмау мүмкін екенін айтты. Сарапшылардың айтуынша, соңғы жылдары елімізде бағалар күрт өсті. Осыған қатысты депутат Әділ Жұбанов ең төменгі зейнетақы мөлшерін көтеруді талап етті. Қазақстандықтар бұл ұсынысты қолдауда. Бүгінгі таңда Қазақстанда ең төменгі зейнетақы 57 мың теңгеден сәл асады, ал ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге тең. Сыйақыларды ресми түрде жұмыс істегендер алады. Ал 90-шы жылдары кәсіпорындар жабылып, жұмыссыз қалғандар үстемақысыз қалды. Елдегі орташа зейнетақы 120 мың теңгеден астам. Базалық зейнетақыдан 24 мың теңгеге беріледі және еңбек өтілімен 3 жылдағы орташа айлық табыс ескеріледі. Ресми түрде орташа зейнетақы 120 мың теңге. Видеоролигіміз кеңінен тарап, барша хабардар болу үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз. Естеріңізде болсын, біз сіздерге ең соңғы жаңалықтарды біріншілерден болып жеткізу үшін әрекеттеміз. Сізде өзің жұмысын жалғыз қалмай, видео астына бір дана лайк бересін, баса кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.